Отбасы хрестоматиясы Экософия кітабынан оқыған Айдана Алтайқызы. Ақбөкен неге киелі? Адам ата жерге түскенде оның жүзін бір көруге күллі жануар ынтық болыпты. Солардың арасынан алғаш көрген Ақбөкен екен. Адамды көру үшін Торғай даласынан Жида тауына тоқтамай шауып 7 күнде жетіпті. Адам ата мен Хауана тау етегіне отау тігіп, тіршілігін бастап жатыр еді. Ақбөкеннің тұяғы тасқа қажалып, шаршап шалдығып, ақ отауға жеткенде сүрініп құлады. Адам оны көтеріп үйіне әкелді. Аузына інжір жапырағын берді. Мейірленіп тұмсығын сипайды. Пайғамбардың аяулы алақаны тиген соң киіктің тұмсығына сымбат бітті. Екі танауы желбіреп, көзі мөлдіреп шыға келді. Жауырынын саусағымен тарағанда денесінен жұпар аңқыды. Тұяғына мүбәрак қолы тигенде қасиет тарыды. Желден желгір болды. Мүйізіне 1001 дертке ем болатын қасиет қонды. Пайғамбардың алақаны беліне тиіп еді, ол да құдіретке толды. Буаз кезінде елігінің жынысын қалауына сай өзгерте алатын жануарға айналды. Киіктің арнайы келісіне риза болған Адам ата: «Жануарым, бұйымтайың болса айт, Тәңірден дұға тілеп, мұқтажыңды өтейін» деді. Сонда Ақбөкен: «Төл дегенде құралайым шыбын-шіркейге жем болады. Одан қалса қасқыр шабады. Даланың шөбі төліме ауырлық етеді. Қоң жинай алмай қиналады. Осыған бір шара болса» деді көзі мөлдіреп. Адам ата Жаппар Хаққа киіктің арызын жеткізді. Тілегі заматта қабыл болды. Содан бастап Құданың құдіретімен киік төлдер кезде бетпақ далада шыбын-шіркейді шығартпа суық тұрады екен. Бұл құралайдың салқыны деп аталады. Сол мезгілде қасқырдың да киікке деген тәбеті тыйылады. Құралайлар көшке ілескенше оған жақындай алмайды екен. Жас киікке арнап даладан түйе табан деген шөп шықты. Ол тек Ақбөкен төлдер кезде ғана көгеріп, көктеп кішкене лақтарға азық болады деседі. Ақбөкен Адам атаны көріп қолынан жем жеп, мұраты орындалған соң Сахараға қайтпақшы болды. Сол кезде Адам ата оған: «Сахараға сән болып, құтпен кие мән болып, өсіп өнсін нәсілің, бір Құдайым жар болып. Аллам өзі қолдасын, бар бәледен қорғасын, саған зауыл келтірген арамзалар оңбасын. Сайын түзден тап мекен, басқа орнасын бақ бекем. Қу медиен түздерге ырыстары Ақбөкен» деп батасын береді. Осыдан соң киікке кие бітіп қасиетті тұз тағысы саналыпты. Оны нақақ өлтірген қаскөй адам атаның қарғысына ұшырайды деген түсінік бар. Киіктің де киесі бар, пайғамбар да иесі бар деген сөз осыдан қалыпты.